Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ағылшын тіліндегі present simple және present continuous шақтарының айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Ал ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сізге бұл видео пайдалы болатынына 100% сенімдімін. Бірінші қарастыратын тақырыбымыз бұл present simple. Present simple дегеніміз қазақшаға жай осы шақ деп аударылады. Яғни ағылшын тіліндегі ең қарапайым шақ осы present simple болып табылады. Ең алдымен қолданылуына тоқталып өтейін. Бірінші қолданылуы күнделікті қайталанып келе беретін әдетке айналған іс-әрекеттерді айтқанда біз present simple шағын қолданамыз. Мысалға назар аударамыз. I play games every day. Мен күнде ойындар ойнаймын. Келесі мысал I often go to the park. Мен жиі паркке барамын. Келесі мысал They go to the shop every Sunday. Олар әр жексенбі сайын дүкенге барады деген мағынаны білдіреді. Яғни күнделікті қайталанып келе беретін іс-әрекеттерді present simple шағында қолданамыз. Ал енді жай осы шақтың екінші қолданылуына тоқталып өтейін. Екінші қолданылуы қазіргі таңда болып жатқан біраз уақытқа созылатын іс-әрекетті present simple шағында айтамыз. Мысалға назар аударамыз. I live in America. Мен Америкада тұрамын деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл адам болашақта да Америкада тұрады, яғни әлі де біраз уақыт сол Америкада тұрақтайды, сондықтан да біз бұл сөйлемді present simple шағында қолданамыз. Келесі мысал She speaks Russian. Ол орысша сөйлейді деген мағынаны білдіреді. Ал енді жай осы шақтың үшінші қолданылуына тоқталып өтейін. Үшінші қолданылуы барлық адамға белгілі факттар немесе табиғаттың заңдылықтары, ақиқаттарды айтқанда біз present simple шағын қолданамыз. Мысалға назар аударамыз. The earth is round. Жер домалақ. Яғни бүкіл адамға белгілі ақиқаттар present simple шағында қолданылады. Ал енді жай осы шақтың төртінші қолданылуына тоқталып өтейін. Төртінші қолданылуы болашақта болатын кесте бойынша жүзеге асатын іс-әрекеттерді біз present simple формасында айтамыз. Мысалға назар аударамыз. The train leaves at 9 o'clock tomorrow. Пойыз ертең сағат 9-да кетеді деген мағынаны білдіреді. Яғни пойыздың ертеңгі сағат 9-да кететіндігі кесте бойынша айтылып тұр. Сондықтан да біз бұл сөйлемді present simple формасында айтамыз. Келесі мысалға назар аударамыз. Subjects begin at 9 o'clock and ends at 3 o'clock. Яғни бұл сөйлем сабақтар сағат 9-да басталады және сағат 3-те аяқталады деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл сөйлемдегі іс-әрекеттер кестеге түсіп қойған. Алдын ала кестеге түскендіктен біз бұл сөйлемдерді present simple формасында айтамыз. Ал енді present simple формасына тоқталып өтейін. Ең алдымен сөйлем басында subject, яғни бастауыш, содан соң verb, яғни етістік келеді. Мысалы I go, мен барамын деген мағынаны білдіреді. Алайда сөйлемде he, she, it немесе адамның аттары, жансыз заттар кездесетін болса, содан кейінгі келетін етістікке міндетті түрде es жалғауы жалғанады. Бұл жалғаудың жалғану өзіндік ережесі бар. Оларды міндетті түрде білуіміз керек. Мысалы, he goes, ол барады. Ал енді болымсыз сөйлемнің жасалу формасын айтып өтейін. Ең алдымен сөйлемнің басында subject, содан соң do немесе does, одан соң not, содан соң verb, яғни етістік келеді. Яғни бұл шақтың көмекші етістігі do және does. Does деген көмекші етістік he, she, it немесе адамның аттары немесе жансыз заттар келген кезінде қолданылады. Мысалы, I don't go, мен бармаймын. He doesn't go, ол бармайды деген мағынаны білдіреді. Бұл жерден байқайтынымыз болымды сөйлемде етістікке жалғанған es жалғауы болымсыз сөйлемде does көмекші етістігі болып өзгеріп кетеді. Келесі сұраулы сөйлемнің жасалу формасын айтып өтейін. Do немесе does көмекші етістігі сөйлемнің басында тұрады, яғни subject'тің алдына шығып кетеді, содан соң бастауыш келеді, содан соң етістік келеді. Сөйлемнің соңына міндетті түрде сұрау белгісі қойылады. Мысалы, do you go? Сен барасың ба?
Does he go? Ол барады ма деген мағынаны білдіреді. Ал енді екінші тақырып туралы айтайын. Present continuous, яғни қазақ тіліне аударатын болсақ, созылмалы осы шақ деген мағынаны білдіреді. Бұл шақтың қолданылуы тек қана бір жағдайда қолданылады. Дәл қазір орындалып жатқан, әлі аяқталмаған іс-әрекетті айтқанда, біз present continuous формасын қолданамыз. Мысалы, I'm writing the letter. Мен хат жазып отырмын деген мағынаны білдіреді. Егер де сөйлемде now немесе at the moment деген сөздер кездессе, бұл сөйлем міндетті түрде present continuous болып табылады. Now деген қазір деген мағынаны білдіреді, at the moment деген дәл қазір деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық, they are fishing now. Олар қазір балық аулауда деген мағынаны білдіреді. Ал енді жасалу формасын айтып өтейін. Ең алдымен сөйлемнің басында subject, содан соң am, are, is деген to be етістігі, содан соң verb қолданылады. Verb яғни етістікке міндетті түрде ing жалғауы жалғанады. Мысалы, I'm playing, мен ойнап жүрмін. You are playing, сен ойнап жүрсің. He is playing, ол ойнап жүр деген мағынаны білдіреді. Ал егер де болымсыз сөйлем құрайтын болсақ, сөйлемнің басында subject, содан соң am, are, is көмекші етістіктері, содан соң not қолданылады, содан соң етістік және етістікке ing жалғауды ұмытпаймыз. Яғни сөйлем мынадай болады. I'm not playing, you aren't playing, he isn't playing деп өзгереді. Яғни бұл жерден байқайтынымыз aren't, isn't деген қысқартуларды байқаймыз. Келесі сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде am, are, is деген көмекші to be етістіктері сөйлемнің басына шығады, содан соң subject, яғни бастауыш, содан соң verb және етістікке ing жалғауды ұмытпаймыз. Сонымен қатар сөйлемнің соңына міндетті түрде сұрау белгісі қойылады. Яғни сөйлем мынадай болып өзгереді. Are you playing? Сен ойнап жүрсің бе? Is he playing? Ол ойнап жүр ме? Деп өзгереді. Ал енді present simple және present continuous шақтарының айырмашылығын айтып өтейін. Present simple шағы қазіргі таңда әлі де біраз уақытқа созылатын іс-әрекетті білдіреді. Ал present continuous болса, дәл қазіргі кездегі іс-әрекетті ғана білдіреді. Яғни дәл қазіргі моментте орындалып жатқан іс-әрекетті айтқанда біз present continuous шағын қолданамыз. Және тағы бір айырмашылығы, present continuous шағының көмекші үстеулері now және at the moment, яғни қазір және дәл қазір деген мағынаны білдіреді. Ал present simple шағының көмекші үстеулері always, usually, often, never, seldom деген сөздер жатады. Always дегеніміз әрқашан, usually дегеніміз әдетте, often дегеніміз жиі, never ешқашан, seldom сирек деген мағыналарды білдіреді. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын, және бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз.